Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Сіздердің балаларыңыз печенье жақсы көретін болса, осындай менің фирменный печеньем, бал қосылған печеньені жасап көріңіздер. Өте дәмді, дүкендегі печеньелерден асып түседі. Қарап тұрсаңыздар, өте жұмсақ болады. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі ұн. Ұнды біз міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Осы печеньенің құрамын мен видеоның астына жазып қалдырамын, сол жерден көріңіздер. Ұнымыздың бәрін електен өткізіп болған соң, келесі кезекте шекердің кезегі. Шекерімізді қосып, сосын венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте тұзбен қопсытқыштың кезегі. Ендігі кезекте сары майдың кезегі. Бұл жерде мен сары майды еріткен жоқпын, яғни мұздатқыштан алып. Ұнға қосқан кезде ыңғайлы болу үшін майларымды 4 бұрышты кубик қылып бөліп алдым да, ұнға салып, енді осы екеуін жақсылап тұрып қолмен бірге араластырамыз. Бұл жерде біздің майымыз бен ұнымыз, яғни бір-біріне еріп, бірдей болу қажет, құм сияқты. Міне осы жерде біздің ұнымыз бен майымыз жақсы араласқан. Ендігі кезекте 2 жұмыртқамызды қосамыз. Және де 3 ас қасық бал қосамыз. Менде балым осындай сұйық болды. Негізі үйлеріңізде қандай бал бар, соны қоса берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызда. Егер де сіздердің балдарыңыз қою немесе қатып қалған жағдайда ыстық суға ертсеңіздер болады. Балды қалай ертемін десеңіздер, осы қатып қалған балдарыңызды бір ыдысқа саласыздар. Енді басқа бір ыдысқа ыстық суды құйып, жаңағы бал тұрған ыдысыңызды үстіне қоясыздар да араластырып тұрасыздар. Сонда сіздердің балдарыңыз ериді. Осы қамырымызды венчикпен араластырамыз. Бұл басында ғана. Өйткені қазір мені қарап тұрсаңыздар, араластыра алмай жатырмын, я? Осындай араластыра алмай жатқан жағдайларыңызда қолмен араластырсаңыздар болады. Міне бізде осындай қою, қолға жабысатын қамыр шығу қажет. Осы қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы қамырдың бетін салафанмен де жапсаңыздар болады. Міне жарты сағат өтті. Жарты сағат өткен соң осы салафанымызды алып тастаймыз. Жаңағы қолымызға жабысып тұрған қамыр тоңазытқыштан кейін қолымызға жабыспайды. Кішкене қамырын аламыз. Сосын осылай құрт сияқты домалатып, пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз да, соның үстіне қоямыз. Осы печеньеларымызды қызып тұрған пеште 190 градуста 12 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, менің печеньем әдемі болып пісіп шықты. Бұл печенье 12 минутта пісті. Егер сіздердің пештеріңіз, яғни жай пісіретін болса, 15 немесе 20 минутқа таймерге қойып барып пісіріңіздер. Міне достар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте дәмді, тез әрі оңай жасалынады. Шынымды айтсам, үйдегілер осы печеньенің маған бірін қалдырмай жеп қойған ғой. Өте дәмді болып шыққан. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.